Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін физика сабағымызды бастайық. Бәріміз дәптер кітапты аламыз. Бүгін күнді қоямыз. 5 мамыр 2026 жыл. Жаңа тақырып, жаңа тарау, электромагниттік индукция заңы, Ленц ережесі деп жазамыз. Электромагниттік индукция заңы, Ленц ережесі. Бүгін бізде оқу мақсаты электромагниттік индукция заңын есептер шығаруда қолдану. Бүгін біз не үйренеміз? Осы тақырып бойынша біз не үйренеміз? Электромагниттік индукция заңын үйренеміз. Ол қандай заң? Одан кейін Ленц ережесі. Одан кейін электромагниттік индукция заңын есептер шығаруда қолданамыз. Бүгінгі біздің үйренетініміз осы. Енді жаңа сабақты бастамастан бұрын өткен сабақты қайталап өтейік. Ол үшін сендерге ең алдымен бағалау парақшасын таратып өтемін. Бүгін сендерді көршілерің бағалайды. Көрші деген қасыңда отырған сыныптасың бағалайды. Сендер өздерің аты жөндеріңді жазыңдар. Одан кейін бағалау парақшасын көршіңмен ауысасың. Сабақтың соңына дейін 10 балл жинауға әрекет жасаймыз. Аты жөндерімізді жазамыз. Ауысамыз, қасыңда сыныптасыңа ауысасыңдар. Аты жөндеріміз жаздық. Ауысыңдар. Әділ бағалаймыз бір-бірімізді. Жауап бергенге ғана қасында тұрған балдарды бағалап отырамыз. Ең соңында айтасыңдар, кім қанша балл жинағаны. Түсінікті болды ма бағалау парақшасы? Ал енді бірінші өткен сабақты қайталау үшін мен 3 партаға 3 түрлі сурет көрсетемін. Бірінші парта бірінші сурет туралы айтасыңдар. Екінші парта екінші сурет, үшінші парта үшінші сурет туралы сөйлейсіңдер. Бұл қандай сурет? Ал дайындалуға 2 минут беремін. Дайындаламыз. Өтілген тақырыптар. Дайынбыз ба? Ал кеттік. Бірінші парта бірінші сурет туралы кім айтады? Менің суреті бейнеленген электромагниттік индукция құбылысы. Электромагниттік индукция құбылысы. Оны біз бүгін өтейін деп жатырмыз. Бұл өткен тақырып бойынша, Ампер күші ме? Жарайсың. Ампер күші. Тағы да кіміне қосып? Ампер күші. Тағы да. Рамазан. Ампер күші қашан пайда болады? Ғалымжан. Ампер күші қашан пайда болады? Өткізгіштегі өтіп жатқан токты қай жаққа орналастырамыз? Магнит өрісіне орналастырамыз. Одан кейін тағы не айтуға болады бірінші суретке қарап? Мерей. Жарайсың. Ампер күшін біз қандай ережемен анықтаймыз? Сол қол ережесімен анықтаймыз. Бір-біріңді бағалап отырыңдар, кім сөйлеген болса. Тағы қосарларың бар ма бірінші партта? Ампер күшін ампер физик ойлап. Жарайсың. Тағы да ампер күшін ампер деген ғалымыз ашқан. Ойлап тапқан. Тағы да қосарларың бар ма бірінші партта? Бағалаңдар. Ал екінші партта, екінші сурет бойынша. Не сурет бейнеленген? Айша? Магнит өрісінің оң қол ережесі арқылы оң қол ережесі арқылы білеміз. Бұл жерде оң қол бейнеленген. Ол арқылы не анықтаймыз біз?
Магнит индукция векторының бағытын анықтайды екенбіз, иә? Қосарларың бар ма? Нұрсұлтан, не айтасың да? Оң қолыңды көрсетіп, мынау наны білдіреді, мынау бас бармақ наны білдіреді деп айтар алған бар ма? Шалқар, төрт саусақ нені білдіріп тұр? Бақытын. Ненің бақытын? Қан көрсетші, оң қолыңды көрсет. Төрт саусағымыз, иә? Төрт саусағын ішкері алып сол бақытын білдіреді ғой. Значит, магнит өрісі сол төрт саусақ Оймен айналады ғой. айналады екен, жарайсың. Ал бағалаңдар, бір-біріңді әділ бағалаңдар. Кеттік үшінші парта. Электр тогы өткен күштіштерін ағылады. Молодец, тағы да. Тағы не айтуға болады? Значит, ана жерде екі өткізгіш. Екі өткізгіштен ток жүріп жатыр. Не болып жатыр? Қандай құбылыс болып жатыр? Сабина? Кімнің тәжірибесі? Ампердің тәжірибесі. Камила тұрып айта ғой. Бірінші суретте не болып тұр? Бірінші суретте параллель токтардың өзара әсерін ашқан ампердің тәжірибелері осы әсердің магнит өрісі арқылы жүзеге асырылады. Бірінші суретте не болып тұр? Токтар қандай бағытталған? Бір-біріне қарама-қарсы, иә? Сол кезде не болған? Екі өткізгіш. Не болып тұр? Бір-бірін не істеп тұр? Екі өткізгіш. Теуіп тұр, иә? Мына жерде ше, ток бір бағытта өткізіп отыр өткізгіштен. Сол кезде не болған? Екі сым? Бір-біріне тартылып тұр екен. Жарайсыңдар, отырыңдар, бағалаңдар. Бірінші тапсырма. Түсінікті болды ма? Ал енді келесі Wordwall платформасын пайдаланып, тест сұрақтарына жауап береміз, иә? Жылдам қатысайық, иә, оқушылар. Мына жерде 11 сұрақ. Ампер тәжірибесінде не байқалады? Жаңа Камила айтқан. Кән? Қайсысы? Тез-тез. Қайсысын? Тогы бар, параллель өткізгіш өзара әсері бар. Жарайсың. Кеттік келесі сұрақ. Тогы бар өткізгіш бөлігінде магнит өріс тарапынан әсер етуші күш. Қандай? Кімнің күші? Ампер күші. Дұрыс. Келесі сұрақ. Ампер күшінің бағытын анықтайтын ереже. Бір-бірімізді бағалап отыруды ұмытпайық. Магнит өрісінің тогы бар өткізгішке әсері қалай аталады дейді. Магнит индукциясы. Магнит индукциясы. Магнит индукциясы. Ампер күші дейді. Лоренц. Қайсысын? Ал кеттік Бектөренің айтқаны белгілейік. Сонымен не екен? Ампер күші екен, иә? Магнит өрісінің күштік сипаттамасы. Магнит өрісін өткен кезде қандай физикалық шама енгіздік біз? Қандай? Индукция. Магнит индукция вектор, иә, көрейік, иә? Жарайсың. Тогы бар өткізгіш магнит өрісінің индукциясына перпендикуляр болғанда қай формуланы пайдаланамыз мына жерде? Біріншісі. Қатысып отырамыз, оқушылар. Келесі. Магнит индукция векторының шамасы. Магнит индукция векторының шамасы. Төртіншісі. Үш. Рамазан айтты, иә? Магнит индукциясының өлшем бірлігі? Тесла. Не екен? Тесла. Жарайсыңдар. Ток суретте көрсетілген бағытта өтсе не байқалады дейді. Жаңа Камила айтып кетті, иә? Екеуі қарама-қарсы болса не болады екен?
Ампер күшінің бағытын қандай санмен көрсетілген дейді. Мына жерде ампер күшінің бағыты дейді. Қай жерде, қай сан? 1, 2, 3, 4 дейді. Қайсысы? 3 дейді. 4 дейді. 5, Камила? 1 дейді. Қайсысын басайын? 4-ті басайын. Дұрыс емес екен, я? Жауабы 3 екен, я? Бектөре біледі екен ғой. Келесі. Ампер күші қайда бағытталған дейді? Оңға, солға, бақылаушыдан бақылаушыға, бізге қарай, бізден ары қарай деген сөз, я? Қайсы? Бақылаушыдан ары қарай ғой, я? Болды ма, қосыламыз ба бәріміз Айшаға? Азамат? Ал кеттік, бақылаушыдан бақылаушыға бізге қарай бағытталған екен, я? Жарайсыңдар, ал бағалап өтейік. Бағалаңдар, кім жауап берді, соған қасына үстінде бал тұр, я? Осы тапсырманы орындаған кезде қанша бал қояр екенбіз? 1 бал қояр екенбіз, я? Ал енді өтілген сабақты қайталады. Енді жаңа сабаққа өтейік. Жаңа сабағымызды жаздыңдар, электромагниттік индукция құбылысы, я? Ал енді сендерге мынандай сұрақ. Неліктен электр станцияларында магниттің қозғалысы арқылы ток өндіріледі дейді? Қалай ойлайсыңдар? Электр станциялары дегенде нені түсінеміз біз? Трансформаторды түсінеміз. Тағы да. Тағы не түсінеміз? Электр станция қай жерлерден ток өндіріледі? Тек қана трансформатор ма? Соның ішіне батарея дейді. Күн батареясы, я? Тағы да. Қай жерден ток өндіріледі? Қазір бас әрпін айтсам айтып кетесіңдер, я? Қандай? Генератор. Қандай генераторларды білесіңдер? Қандай генераторларды білесіңдер? Тамбы ма? Су генераторы, жел генераторы, қандай свет генераторы, су генераторы, жел генераторы, сол жерде ток өндіріледі дейді. Қалай өндіріледі? Сонымен ерте заманда жаңа ғалымдар айналысқан ғой. Фарадей деген ғалымымыз осы магниттің әсерінен жаңағы электр тогын алған екен. Ол үшін ең қарапайым тәжірибені жасаған екен. Жаңа қазір мына жерде тұрған тәжірибені сендерге таратам, өздерің жасайсыңдар. Ең алдымен мен қазір сендерге Пет Колорадо платформасынан көрсетейін. Фарадей қалай ток алған магниттің арқасында. Фарадейдің тәжірибесін көреміз. Фарадей магнитті алған, одан кейін жалғағыш сымдарды алған, жалғағыш сымдармен қоса жаңа галванометрді алған. Галванометрмен не өлшеуге болады, білесіңдер ме? Галванометр деген аспапты көргенсіңдер ме? Не өлшейміз галванометрмен? Мына жерде сендерге вольтметрді алған. Бірақ орнына амперметр, галванометрді қойсаңдар да болады. Ол нені анықтайды сомен? Токтың бар немесе жоқ екенін анықтайды екен, я? Ал енді мына қарапайым тәжірибені көрейік. Ең алдымен мына жерде вольтметрді алып алайық. Одан кейін мына магниттің айналасында не бар дедік? Өрісі бар, я? Соны алайық. Ал енді мына жерге сендерге шамды қойып қойғаны, жаңа ток бар кезде шамымыз не істейді? Жаңа, я? Мынау не деп ойлайсыңдар? Жарайсың, мынау катушка. Енді магнитті катушкаға енгізген кезде ток пайда болады екен. Ал енді көрейік, сондай бола ма, болмайды ма? Магнитті аламыз. Ток пайда болды ма? Тағы не өзгеріп жатыр, көрдіңдер ме?
вольтметрдің несі өзгеріп жатыр, тілшесі өзгеріп жатыр. Ал енді осы қарапайым тәжірибені өзіміз жасап көрейікші. Қалай жасаймыз? Ал енді сендерге қазір мына жерден тұрған құрал жабдықтарын таратып шығайын. Төртеуін бірге орындайын. Ал жалғап көрейікші. Магнит берілмеді ма? Мына жерге қарап тұрып жалғасаң да болады. Мынандай магнитті пайдалансаң да болады. Үлкенге қосамыз. Сендер қолдарың амперметр, вольтметр қараттым. Және катушка және жалғақ сымдар. Фарадейдің тәжірибесін орындалды ма? Жалғақ сымдар. Бірінші магнитті суыра тұрыңдар, е? Бірінші жалғап алыңдар. Одан кейін бар магнитті. Жаңада естіп, жаңада естіп. Орындалып жатыр ма? Өзгерді ма? Кәл? Жарайсыңдар, мына топтікі Фарадейдің тәжірибесі орындалды. Болады? Yok karamay. Иә, дұрыс қой, сендерге үлкен көп пайда болмайды екен. Ес болды ма? Сен мына жерге жатыр. Болады. Магнитті қатты, ол жай емес. Болып жатыр ма? Тілшесі ауытқыды ма? Значит, пайда болды, ток пайда болды деген сөз. Сендерде. Тесіз. Сонда тесіз. Жарайсыңдар, е? Не пайда болды? Ток пайда болды екен, е? Неге бәріне мына жерге жалғайсың ғой? Мына жерге жалғамасаң қалай тоқты аласың? Е, мынаны аптасың. Мынаны маған қызылына жалғайсың, қараға жалғайсың. Бұл жалған қысымдар ғой, жоқ, ұстап тұрмайсың, мынаны бұлай, мынаны ашасың. Ішіне саласың, қайын. Ал енді, магнит енгізіңдер катушкаға. Мені? Тек қана сендер қалдыңдар, бітті ма? Орындалды ма Фарадейдіңкі? Фарадейдің қарапайым тәжірибесі.
Мынандай жалғағышсын. Мынаны беретін болсын, мынаны бересің сендерді мынаны. Болады. Жоқ, тек қана мына сымын. Мынаны ғана бер. Қазына күте тұрайық, мына оқушылары орындалып алсын. Мен жоқ, шығар былайынан, одан кейін бүйтіп. Тілшесі ауытқыды ма? Ауытқып жатыр, е? Енді бұл жерде әлсіз топ пайда болады ғой, е? Сонымен орындадық. Тәжірибе, Фарадейдің тәжірибесін орындадық, е? Ең қарапайым тәжірибелердің бірі осы. Ал енді Фарадей осы пайда болған топты индукциялық топ деп атаған. Пайда болған топты индукциялық топ деп атаған Фарадей. Ал енді тағы да тәжірибелер не байқадыңдар? Көріңдерші, қайтадан тәжірибелеріңе қарап, тағы да не байқадыңдар? Тағы да не байқадыңдар? Қараңдар тәжірибелеріңе. Не байқадыңдар? Топ пайда болды тағы да. Тағы да не байқадыңдар? Қыздар? Галванометрдің тілшесі, немесе амперметр, вольтметрдің тілшесі қалай қозғалды? Бір бағытта қозғалды ма? Бір бағытта қозғалды ма? Қалай қозғалып жатыр? Қарама қарсы, е? Тек қана плюсқа ол қозғалған жоқ. Магнитті алып, суырып, қайтып енгізген кезде оның стрелкасы не істеді? Қарама қарсы қозғалды, е? Бұны Ленц деген ғалым бұлай түсіндіріп кеткен екен. Магнит өрісінің күш сызықтарына топ пайда болған индукциялық топ әрқашан қарама қарсы бағытталады деп Ленц деген ғалым соны түсіндіріп кеткен екен. Фарадей тәжірибесін жасады, тілшесі қарама қарсы ауытқығанын қай ғалым дәлелдеп кеткен екен? Ленц деген ғалым дәлелдеп кеткен. Ал енді тәжірибені кім орындады? Бағалап жіберіңдер бағалау парақшасына. Бәрі орындадыңдар ма? Бәріне онда баға қойыңдар. Ленц деген ғалым осымен айналысып, қорытынды жасаған екен, жаңа сендерге айттым, магнит өрісіне әрқашан индукциялық топ қарсы бағытталады екен. Ал енді пайда болған индукциялық топты біз есептеуіміз керек қой. Оның несі болады? Арнайы формуласы болады екен. Ал енді мына формуланы жазып қоямыз. Мына үш формуланы жазып қоямыз. Индукциялық топты есептейтін формула. Ал бірінші формулада эпсилон тең минус F бөлінген Т деді. Бұл формуланы қалай түсінеміз? F деп отырғанымыз не ол? F деп отырғанымыз. F дегеніміз Фарадей ма? Т деп отырғанымыз уақыт, е? Жаңа магнитті енгізіп, қандай да бір уақыт ішінде тәжірибені орындап жатыр ғой, е? Ненің арқасында топ пайда болды? Ненің арқасында? Магниттің айналасында не бар? Магнит ағынының арқасында. F деп отырғанымыз не еді? Магнит ағыны формуласы қандай еді? F тең B көбейтіп S. Білесіңдер, топ бар жерде міндетті түрде электр қозғаушы күш бар. Мына электр қозғаушы күш. Оның өлшем бірлігі әрқашан вольт. Оның орнына, білесіңдер, Ом заңында I тең U бөлінген R деген формуласы бар еді ғой, соны эпсилонға қойған кезде формуласы былай түрленеді екен. Ал енді формулада минус таңба нені білдіреді? Формулада қарасаңдар алдында минус таңба нені білдіреді? Жаңа тәжірибеде не анықтадық біз? Не анықтадық тәжірибеде? Неге көз жеткіздік? Вольтметр Қатты сөйлесей? вольтметрдің тілшесі қарама қарсы қозғалғандықтан формуламызда не екен? Минус таңбасы екен. Оны Ленц түсіндіріп кетті. Бүгін сабақ түсінікті болды ма? Не өттік бүгін? Фарадей не ашыпты? Фарадей не ашқан? Электромагнит индукция заңын ашқан екен. Қалай ашты? Қандай тәжірибе жасады? Нұрдәулет,
Не алды ол? Ненің көмегіне жүгініп? Катушка, вольтметр, магнит. Соның көмегімен не алды? Ол токты қалай атадық? Ол токты қалай атадық? Айданат? Қандай ток деп атадық? Индукциялық ток. Сабақ түсіндіру. Ал пысықтау үшін мына сәйкестендіруді орындап, дәптерді ашыңдар. Дәптерді одан кейін оның жауабын тексересің. Жаңа өтірген физикалық шамалар солардың анықтамасын сәйкестендіріңдер. Дәптерлерін орындайсыңдар, бірдің бысы, үштің асы деп орындайсың. Бәрі көрініп тұр. Магнит индукциясын білеміз, магнит ағынын білеміз, индукциялық тоқты жаңа айтып, білеміз, ережесін айтып. Кім орындап жатқандар? Распосредно. Бектер айтып тұр. Негіз шалқар екеуің диас екеуің ауысып бір-біріңді бағалауың керек. Диасты кім бағалап отыр? Диасты өзін-өзі бағалап отыр. Болдық па? Қиын болып жатыр ма? Оңай, сәйкестендіру. Азамат болдық па? Жарайсың. Дәптерлеріңді көршілеріңе бересіңдер, тексереді. Қазір тақтада жауабын көрсетемін. Мирасыл болды. Айша болдық па? Болды. Нұрсұлтан. Тездетеміз. Азамат. Рамазан біттік па? Сен сөзін яздың ба? Сөзін яздың. Тездетеміз. Болдық па? Болғандардың ручкаларын қой, маған қарасыңдар, сол кезде білеміз де, болды дейді. Мына партадан тек қана арубай қалыпты. Мына парта біттік па? Бітті. Азамат қалды. Тез Азамат. Сен ғана күтіп тұрмыз. Қалған бәріміз біттік па? Амжан.
бұзылмай сияқты. Ал кеттік, жауабын ашамыз. Тексереміз. Әділ тексерек, я? Өзінің орнында қалмай. Өзінің орнында қалмай. Жоқ, өзінің орнында тұрмайды. Өзінің орнында тұр екен ғой, я? Бәрі дұрыс болды ма? Біреу дұрыс болды ма? Или мүлдем дұрыс болмады ма? Бесеу де дұрыс болды ма? Молодец, Нұрдәулет. Тексереміз. Ал енді бағасын беріңдер. Қанша балл белгілерін келіп тұр. Дұрыс орындаса, қанша балл екен ол тапсырмаларың? 1 балл ма? Дұрыс орындаған болса 1 балл. Егер барлығы қате болса, балл қоймаймыз, е? Түсінікті болды ма? Қайталап жіберейік те, ал енді кеттік. Ленс ережесі дейді. Не екен ленс ережесі деген? Жаңа өзіміз айттық қой, қарама қарсы дедік, индукциялық ток дегеніміз ше. Магнит ағымының өзгерісі. Жаңа магнитті катушкаға енгізген кезде не пайда болды? Индукциялық ток пайда болды. Магнит ағыны деп отырғанымыз не? Магнит индукция векторы дегеніміз не? Сипаттайтын шама. Жаңа өздерің жаңа бірінші сабақта тест тапсырмасында сол сұрақ бар еді. Индукцияның электрқозғаушы күш дегеніміз индукциялық токтың пайда болу себебі дейді. Айттық жаңа, ток бар жерде не бар дедік? Электрқозғаушы күш бар дедік. Сабақ түсінікті болды ма? Ал енді келесі. Енді физиканы осы бүгінгі сабағымызды өмірмен байланыстырайықшы. Мына жерде әлемде энергия тапшылығы байқалуда дейді. Егер сен инженер болсаң, электромагниттік индукцияны пайдаланып, қандай құрылғы ойлап табар едің? Қоғамға қандай пайдасын әкеледі? Ал енді осы сұраққа шамалы ойланып жауап берейікші. Сен инженер болсаң, осы электромагниттік индукцияны заңын пайдаланып, қандай құрылғы ойлап табар едің? Генератор, трансформатор дегендерді не істеді уже? Топ қойды. Сендер не табатын едіңдер? Или қалмады ма? Қалмады. Қалуы мүмкін, ойласаң да. Электромагниттік индукция деп отырмыз, болды. Магниттің әсерінен немесе басқа бір прибордың әсерінен не ток табуымыз керек. Ток пайда болу керек. Қандай құрылғылар бар? Келешекте инженер болған кезде апай көреміз десеңіздерші, я? Или ойларында бар ма? Нұрдәулет? Инженер мысалы. Не ойлап табатын едім? Осы электромагниттік индукция заңына байланысты генератордың 2 түрін айттық қой, жаңа су генераторы, жел генераторы, тағы да бір генераторды ойлап табатын едіңдер? Иә, бірақ ток пайда болу керек. Бар ма сонда? Ерасыл, азаматтың айтқысы келіп тұр. Мультфильм көресіңдер ма? Мультфильм көргендер айналып тұрған кезде ток пайда болған жерлері бар. Мультфильм көретін болсаңдар. Нені айналдырып қойған? Генератордың ішіне. Кім айналып тұр? Көрдіңдер ма сондай мультфильмді? Сол кезде тышқан айналып тұрған кезде не пайда болды? Үйінде не пайда болды? Ток пайда болған екен. Сонда үйлеріңде солай ойлап тапсаңдар да болады екен ғой. Өзіміздің қолмен жасасақ та болады екен. Енді оны тышқанды табамайсыңдар ғой, сондай бір ойлап тауып, айналып тұрса, не пайда болу керек? Индукциялық ток пайда болу керек. Ол үшін бізге керек не керек? Не керек ол үшін? Магнитпен не керек? Катушка ғана керек болды. Сол екеу жұмыс жасаса не пайда бола береді екен? Индукциялық ток пайда болады екен. Сабағым түсінікті болды ма? Ал енді түсінікті болса, бүгінгі біздің оқу мақсатымыз не еді? Осы
индукциялық токтың формуласын есептер шығаруда қолдану еді. Ал енді мына жерде 2 есеп шығарып жіберейік. Үшіншісі үйге болады. Кеттік. Әр есепті шығарғанға қанша балл деген ана жерде? 2 балдан екен. Ал енді есеп шығарсаңдар көп балл жинайды екенбіз. Бастадық. Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 10 миллисекунд ішінде 20 милливеберден 10 милливеберге дейін кемігенде контурдағы электр қозғаушы күштің мәні қаншаға тең дейді. Яғни нені табамыз? Эпсилонды табамыз. Эпсилон тең минус F бөлінген Т деген формуланы пайдаланамыз. Екінші есепте ауданы 400 сантиметр квадрат болатын контурда 0,4 секунд уақыт ішінде магнит индукциясы 0,2 теслаға дейін бір қалыпты кемігенде 0,6 вольт электр қозғауыш тудырады. Магнит индукцияның бастапқы мәні. Осы 2 есепті шығарамыз, үшінші есеп үйге болады. Берілгенді жазып тұрып шығарайық. Міндетті түрде қыбышы бар. Бірінші есебімізде қыбышы бар. Екіншісінде де бар екен. Сантиметр квадратты метр квадрат айналдырамыз. Берілгенді жазыңдар. Ерасын дұрыс бастап келе жатыр. Мына жерге жаңа жауап бермеді ме? Ешкім құрылғы ойлап таппадық та. Онда бүгін аз балл жинайтын сияқтымыз. Барлығымызда қазір қанша балл болып тұр? Кемінде 4 балл болып тұр. Ал енді есеп шығарып 8 баллға жеткізейік енді. Ішінде 20 милливеберден 10 милливеберге дейін кемеген дейді. Бұл жерде милли дегеніміз айналдырамыз, қыбыжыға, халықаралық бірліктер жүйесіне қаншаға тең? Минус 3-ке тең екен. Дәрежемен қалдырса бұл болмайсың. Қиын болды қассаға, калкулятор керек болып қалды. Ол үшін дәреже күйінде қалдыр. Бірінші есеп шықты ма? Ең оңай бірінші есеп. Шығады, жауап қанша шықты? Бөлесі қанша? 1 вольт. Малас, бірінші есебіміз 1 вольт шығады. 2 балл. 6 баллға жеттік. Кеттік, екінші есеп. Қанша? Мына екеуін бөлетін болса, есемден шықты. Мына екеуін алсаң 1 болады. 1 вольт болады екен. Жарайсың, Ерасыл, бағалап қоямыз. Азамат шықты ма? Бірінші есебім. Бағалаймыз. 1 вольт. 1 вольт шығады. Шықты ма? Бектер, бірінші есеп шығаратын еді ғой. Екіншісінде магнит индукцияның бастапқы мәні. Саған Б нолевойны таппайды. Б берілген 0,2 теслаға тең дейді. Бірінші есеп шықты ма? Шықты, апай деп тұрыңдар, бағалаңдар. Келесі есеп. Бұл жерде магнит
ағынның орнына жаңа б көбейту с деген формуласын пайдаланамыз. Бұл жерде б деп отырғанымыздың орнына не қоямыз? Б нолевой минус б 1 деп қоямыз. Өйткені өзгеріс дегенді білдіреді. Формуланы орнына қойып түрлендіріп шығарыңдар, Шығарған оқушылар жауапты айтамыз. Мен егер жауап болған, жауабын білемін. Рамазан шығарып атырмыз ба? Екінші есепті. Айша шықты ма? Сантиметр квадратты метр квадратқа айналдыруды ұмытпайық. Қаншаға бөлеміз? 10 мыңға бөлеміз, немесе дәрежесі -4 дәрежесі деп жазып кете беріңдер. Сол -4 деп дәрежесі. Жоқ, 2 нөлі бар. Или мынан 2 дейсің, 2 нөлі жоқ болса 2 дейсің, 2 нөлімен қысқартып жіберсің. Шығарамыз болыңдар. Екінші есепті шығарайық. Түсінбесеңдер сұраңдар, апай мынандай формула, қай жерден қоямыз, не істейміз? Тез. Бәрі сандарды дәреже күйінде жазсаңдар, оп-оңай шығады. Мынаған мәнін бер. Мынаған қоймайсың, мынаған мәнін берсең. Мынаны жақша қал. Сосын жақшаны ашасың. Тең деме, уже мәнін беріп кет. Тең. Бір жерде 0,24 деген санын қай жерден пайда болды? Қарап тұрмын, 0,24-дің қай жерден шықты? Азаматта шығайын деп тұр есебіміз. Қанша шығар екен? Екінші есебіміз кімде шықты? 14. Қанша? Математика орындарына қойып, қысқартып, мынаяқтың нөлдер көбейіп кетті. Өзі 400 ғой ол. 400 бен -4 нөл болса 2 нөл қалады ғой. Мына жерде 1 нөл артық. 2 нөл артық. Сол кезде мынаны қысқартып жібересің. Одан теңсіздік. Жауап дұрыс емес. Дұрыс жауабымыз 0,8 дейді. Көрсің, қай жерінде, бір жерінде қателестің. Ал енді бағалаңдар. Апа 2-ге жетпей қалды ма? 2 балл жетпей қалды ма? Жоқ, 2. Ал мен де тұрсын шықтым. Ал енді бағалаңдар. Сол бағалау парақшаларын маған беріңдер. Ал енді үйге тапсырма. Үйге тапсырмана 3-ші есепті жазып аламыз. Үйге тапсырма 3-ші есеп. Және 3-ші есепті шығарамыз. Ленц ережесіне 2
дейді, мысал келтіресіңдер, өмірмен байланыстырып білеміз, ережесіне екі мысал келтіресіңдер. Одан кейін жаңа бір құрылғы ойлап табыңдар дедік қой, таппадық қой, соны үйде тауып келесіңдер. Мына жерде сол құрылғыны ойлап тауып, былай істесек мынандай ток алынады деген ұсыныстарыңды айтып келесіңдер. Үй жұмысы түсінікті болды. Ана бағалау парақтарыңды беріңдер. Әділ бағаланды деп ойлаймын. Шығармайсыңдар ма балдарыңыз? Сейітова Сабинанікі дұрыс бағаланбадың. Енді бұл жерде ше мен әдесендерді сынадым, негіз дұрыс бағалау керек. Мен де біліп отырмын, кім есеп шығарды, кім есеп шығармады. Өзіңдікін дұрыс бағалады Сабина. Маған жоқ, дұрыс бағалады, азаматты дұрыс. Оған жауап бермедіңдер сендер. Жоқ. Оны үйге тапсырма болды. Үйде орындап келесіңдер. 10 балл? 10 балл ма? Оныр Дәулеті 10 балл жинапты ғой, досты ғой енді. 10 балдан қанша балл жинады? 9 балл жинады. Шалқар? 2 жақ. Жарайды, оқушылар, сабақ аяқталды. Дұрыс, азамат 8 балл, Арылай 5 балл. Бектері шығарып тастапты. Дұрыс, Хамила қанша балл? 10 балл. Бектері жақсы бағалады. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, сау болыңыздар. Сабақ аяқталды.